Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, қоғамда заң мен тәртіп идеологиясының бекіту әрқайсымыздың міндетіміз. Бұл біз үшін нені білдіреді? Бұл дегеніміз әділет, сот жүйесі саласында және жалпы заңнаманың сапасын арттыру бойынша жүргізіп жатқан барлық реформаларымыз ең алдымен заң бәріне бірдей, ал онда бекітілген тәртіп заңның әділ қолдануының салдары болу керек дегенді білдіреді. Әділет министрлігі өз кезегінде бұл қағиданы тікелей уәкілетті орган болып табылатын салаларда да норма шығару процесінің үйлестірушісі де болып отырып, құқықтық сараптама жүргізуде, нақты іс-әрекеттерде жүзеге асырады. Мысалы айтсақ, атқарушылық іс жүргізу саласын алайық. Бұл салада сот орындаушылары жұмысын ашықсыздығы, негізсіз кешіктіру, ал кейбір жағдайларда олардың тарапынан заңсыз әрекеттер орын алды. Оған қоса аталған проблемалар шағымдану және заңсыз әрекеттерді дәлелдеу қиындықтарымен күрделене түсті. Бұл жағдайда ең бастысы халық тарапынан келіп түсетін өтініштер мен шағымдар бізден цифрлық технологияларды, оның ішінде жасанды интеллект элементтерін енгізуге бағытталған неғұрлым белсенді шешімдерді талап етеді. Жаңа технологияларды пайдалану уақыт талабы болып табылады. Біз не істедік? Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап тиісті ақпараттық жүйедегі тараптар кабинетінде цифрлық көмекші модулін енгіздік. Ол біріншіден онлайн режимде азаматтарға істің барысы мен сот орындаушысының іс әрекеттері туралы хабарлауға мүмкіндік береді. Екіншіден, сот орындаушысының жұмысын бақылауды қамтамасыз етеді. Оның заңсыз әрекеттерін анықтайды, олардың қателіктерін азайтады. Үшіншіден, әділет органдарына атқарушылық іс жүргізудің барысын сапалы жаңа деңгейде талдауға және азаматтардың өтініштерін күтпей, проактивті режимде сот орындаушылары тарапынан заңсыз әрекеттерге тең қоюға мүмкіндік береді. Яғни, бұрын заңсыз әрекеттерді дәлелдеу және барлық инстанциялардан өту қажеті болса, енді атқарушылық іс әрекеттердің ашықтығы мен цифрлық шешімдердің мүмкіндіктерін есебінен белгіленген рәсімдердің бұзылуы бірден анықталатын болады. Ал азаматтар заңсыз әрекетке тікелей жүйенің өзінде бір кнопканы басу арқылы шағымдана алады. Осылайша заң мен тәртіп идеологиясына сүйене отырып, әділ заңдардың қабылдануы ғана емес, олардың сапалы орындалуы қамтамасыз етіледі. Атқарушылық іс жүргізу тараптарының әрқайсысы сот төрелігін жүзеге асыру кезінде болжамды, заңды жағдайға сенімді болады. Заң шығару процесіне және Әділет министрлігінің құқықтық сараптаманы қамтамасыз етуіне келетін болсақ, мұнда да заң мен тәртіп идеологиясы біз үшін маңызды болып табылады және ең алдымен конституциялық принциптердің туындайды. Заң алдындағы барлық теңдігі әркімнің Қазақстан Республикасы Конституция мен заңнамасын сақтауы басқа да адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеу міндеті. Және де құқық пен бостандықты шектеу мәселесі тек заңнамалық маңызды мақсаттарды көздесе ғана қарастырылады. Бұл нені білдіреді? Біз үшін бұл дегеніміз құқықтық сараптама жүргізу кезінде барлық құқықтық қатынастардың субъектілері бірдей құқықтық жағдайға ғана ие болу керек және олардың арасындағы кез келген айырмашылық объективті және ақылға қонымды негіздеме ие болуы керек. Бұл дегеніміз белгілі бір нормаларды енгізу кезінде құқықтық мониторингтің нәтижелері ескеріледі және құқық қолдану практикасы қалай қалыптасатыны, іс жүзінде құқықтық қатынастар субъектілерінің мінез құлқының нақты ережелері ескеріледі. Бұл кез келген қабылданған заңдар болжамды, қолжетімді және пропорционалдық принциптеріне сәйкес келу керек. Осылайша заң мен тәртіп идеологиясы біздің еліміздің демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде қалыптасуындағы ауқымды құқықтық кепілдікке айналады. Оның ең жоғарғы құндылықтары адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары